спортта жүріп, кетіп жатқан қазақ кісілерді, қазақтарды өте көп көрдім. Дәл осы сәтті пайдалана отырып, сіздерге Кореяға келген кезде сақ болу қажет 5 оқиға жайында айтқым келеді. Осыларды білсеңіздер де Кореяда ұзақ, жақсы өмір сүре аласыздар деген ойдамын. Ең бірінші, әрине, осында келген кезде, әсіресе біздің қазақ ер жігіттерімізге айтатыным, Кореяға келген кезде жыныстық сипаттағы қылмыстардан абай болыңыздар. Бұл дәл осы басқа дәл осы қылмыс Кореяда өте қатал заң деп айтқым келеді. Әрине, сіз іс-қимылмен жыныстық қатынас көрсетпесеңіз де, көзбен, сөзбен көрсеткеніңіздің барлығы жыныстық қылмыс болып саналатындықтан, осы нәрсеге қатты абай болыңыз деп айтқым келеді. Мысалға айтайын, егер де сіз метроға міндіңіз, автобусқа, қоғамдық көліктерге міндіңіз, қысқа киіпқа киген адамдарды көріп, қыздарды, соларға бір 4-5 секундтан ұзақ қарап қалсаңыз, және сіздің сол қарағаныңызды ана қыз ұнатпаған болса, онда ол қыз бірден сізді зәулен жібереді сізге. Одан бөлек бір асханаға тамақтануға бардыңызда, тамақ төлем жасап жатқан адамның көкірегіне 3 секундтан артық қарасаңызда, ол жұмысшы сіздің көз қарасыңызды ұнатпаса, онда заявление жазып жіберсе, сізді жаңағы сексуальный домогательство дейміз ғой, сондай заң бойынша қудаланып кетесіз. Одан қатты абай болыңыз. Кәрістер бұдан до такой степени қорқады, қыздарға барады, басқа мотельдерге барады ғой. Сол кезде кәрістердің өздері де кәрістің қыздарынан қорқып, қонақ үйлерге барған күннің өзінде де қыздармен алдын ала дәлелдерді жинайды. Яғни қызымен бірге қонақ үйге барамыз деген сообщениелер, қыздың өзі келісіп, я кеттік деген сообщениелері, немесе бір дүкендерге барып, зат алған кезде төлеген қыздың картасымен төлеп, чек қалдыру, квитанция қалдыру, тіпті болмаса жаңа қонақ үйге кіретін кезде қол ұстасып беріп, қол ұстасып шығу деген сияқты осындай бір дәлелдерді қалдырып қояды. Себебі кәрістің қыздары барған кезде я деп көңілді барып алып, кеткеннен кейін ақша табу мақсатында артынан заявление жазып жіберу әбден мүмкін. Бұлардан бәрі шығады. Сондықтан кәрістің жігіттерінің өздері де кәрістің қыздарынан осылай қорқып солай жүреді. Сол үшін мен енді осы дәл сот саласында, полиция қызметкер саласында аудармашылықта жұмыс істейтіндіктен, дәл осы салада қазақтың біраз жігіттеріне аудармаға шыққам, көрген кезде жүрегің ауырып кетеді. Жас бала болғандықтан клубтарға, қыдыруға, басқа жерге барады ғой. Сол кезде ішіп алып, байқамай санын ұстап қалу, аяғын ұстап қалу деген нәрселер болады. Дәл сол кезде сіздің алдарында сіздің көзіңіз бар, түріңіз бар демейді, бірден заявление жібереді. Және ол кезде ер полиция мен қыз полиция бірге келеді де, қыз жаңа қыздан сұрақ қойып, барлығын қызбен сөйлеседі. Ал ер бала жаңа баланы алып кетеді. Сондықтан қашанда абай болыңыздар деп айтқым келеді де, бұл жақтың қыздары сондай бәлеқор келеді, ақша жасау мақсатында. Тіпті мен бір-екі қыздарды да білемін, әдейі сондай қысқа киіп алып, әдейі сондай жасап жүріп, жұрттардан ақша жасап жүреді. Оңай ақша жасамайды, әжептәуір жасайды. Сондықтан осы бір нәрседен абай болыңыздар деп айтқым келеді, ер балалар әсіресе. Екінші, ер балалардың тағы бір абай болатын нәрсесі, ол әрине кәрістің жігіттері өте әлсіз келеді. Бұларды ұрып қойып, өлтіріп қоймаңыздар. Біздің қазақтың жігіттерінің қол күш деген жетеді ғой. Кәрістің жігіттерінде мүлде күш әлсіз келеді. Сондықтан бұларды ұрып, Құдай сақтап түрмеден бірақ шықпаңыздар. Байқасаңыздар, кәрістің қыздары болсын, жігіттері болсын, кімі болса да, ұрысқан кезде тек қана ауызбен ұрсады. Тек қана ауызбен сөйлеп ұрсады. Ал ұрыр деп тұрады, бірақ бірінші никогда бастап ұрмайды. Неге? Бірінші кім бастап ұрады, сол адам ақша төлейді. Сондықтан бұл жақта төбелес өте аз. Бізде қазақтарда жындансаң бір жұдырық беріп, есің жиғыз қоясың болды, сонымен ана бір-бірімен келісіп қоя салады ғой. Бұл жақта ондай емес. Кім бірінші қол көтереді, кім бірінші ұрайын деп қалады, соның өзінде штраф төлейсіз, айыппұл төлейсіз, анау-мынау заңмен қудаланасыз, проблемалар көп. Сондықтан қойшай деп қолыңызды бір сілтеңізді жүре беріңіз. Ең жақсы сол негізі. Әсіресе ер балалар бізде қызуғанды келестер ғой, сол нәрседен абайлаңыздар деп айтқым келеді. Бұл жақтың мәдениеті басқа, салты басқа, заңы басқа дегендей. Үшінші енді қыздардың абай болу қажет нәрсесі деп айтқым келетіні, ол әрине қазір Кореяда психикалық ауытқуы бар адамдар өте көп. Әсіресе қоғамдық орындарда, метроның ішінде, станцияларда, мынандай бір қоғамдық орындарда психикалық ауытқуы бар адамдар жиі жүреді де, және қазір Кореяда дәл сондай адамдар ешқандай себепсіз жаңағы адамдарды пышақтап кету, өлтіріп кету, ұрып кету деген нәрселер көп болып жатыр. Қазір не за что пышақталып жатқан қарсы қыздары өте көп. Барады, түрмеге апарса, ойбай психикалық ауытқу екен деп психбольницаға жатқызып қояды. Сондықтан өз-өздеріңізді қорғай біліңіздер. Ондай жағдайда әрине қазақтың жігіттері біреу бетке батса, әйтеуір тартынасың ғой, бірақ қыздар сондай нәрседен абай болыңыздар, жан-жақтарыңызда қарап жүріңіздер деп айтқым келеді. Біртүрлі адам көрсеңіз, қызығып қарамай оған наоборот кетіп қалыңыз, жоламай ойбай бәлеңнен аулақ деп кетіп қалғаныңыз жақсы. Әрине тағы бір ең бірінші абай болу керек нәрселердің бірі
Ол жолда жатқан нәрсені, көшеде жатқан ақша болсын, телефон болсын, сөмке болсын, алтын болсын, білмеймін не болса да, жолда жатыр ма, жатқан күйінде жата берсін, ұстамаңыз. Оны ұстасаңыз бәлесіне қаласыз. Өйткені Кореяда барлық жерде камера. Барлық жерде камера, тіпті сіздің төбеңіз жан-жағыңызда болмаса да, машиналардың камералары түсіріп тұр. Сондықтан, егер сіз ана нәрсені ұстап алдыңыз, бірақ егесіне қайтарып бермей, ешкімге қайтарып бермей, өзіңізге алып қойсаңыз, сіз ұрлық жасаған боласыз. Ұрлық жасаған заңы бойынша қудаланып кетуіңіз мүмкін. Яғни, егер көрдіңіз, затты, ақшаны көрдіңіз, затты көрдіңіз, алдыңыз, алсаңыз, полиция қызметкеріне апарып бергені жақсы, ондай жерге бара алмайтын болсаңыз, онда жақын жердегі бір асхананың адамына, ана жерде кім тұр, бір кажется, соған тауып алдым деп бір тастап кеткеніңіз жақсы. Ал егер де ой өзінің егесіне берем ғой деп алып кеткен болсаңыз, онда 7 күннің ішінде қайтарып беретін болсаңыз, 7 күннің ішінде полицияға апарып тапсыратын болсаңыз, онда сізге жаңа тауып берген үшін сізге бір сыйақы, сол заттың 10% сыйақысын беруі мүмкін. Немесе таксилерде отырасыз ғой, таксиге отырған кезде көбінесе сотка, сумка, анау-мынаулар қалтадан түсіріп алады. Сол кезде соны сіз таксиге міне тауып алдым деп берсеңіз, таксиңіздің ақшасын тегін мінуіңіз мүмкін деген сияқты сондай бір жақсы жақтары бар да. Ал енді онысы айтпай ал, нағыз ұрлық болып есептеледі. Корей заңының 360 бабы бойынша 1 жылдан астам бас бостандығынан айыру мүмкін. Немесе 3 миллион воннан артық айыппұл төлетуі мүмкін. Осында келіп бір көңілді жүріп, өзін басқа мақсатпен келіп, басқа мақсатта кетіп қалмай, басқа жаққа кетіп қалмай, заңды бұзбаған өзімізге жақсы деп айтам. Заңды бұзатын болсақ, бекермен көңіл күйіңіз де кетеді. Одан Құдай сақтасын, әрине Кореяның түрмесін ешкімге көрмесін деп айтамын. Мен өзім осы салада аудармашы болып жүргендіктен неше түрлі қазақтарды көрем, қыздарды да көрем, жігіттерді де көрем. Неңіз бар еді ол жерге барып, неңіз бар еді олай жасап деп айтсам, шыдай алмадым, қызуған бұл қой деп айтады. Кейбіреулер кәріс жаңағыдай бекере қолмен бүйтіп айтты деп соған, не сен маған үйтіп айтасың деп бір ұрып түрмеде жатқандар бар. Не за что просто? Сол үшін ондай нәрседен абай болыңыздар деп айтқым келеді. Әрине келесі соңғы айтқым келетіні ол пешеход. Пешеходтан абай болыңыздар. Бұл жақта әрине бағдаршамы бар, светофор бар, пешеход Қазақстан мен Корея бірдей, бірақ бағдаршамы жоқ пешеходтар өте көп. Ондай жерде адам бірінші орында емес. Ондай жерде міндетті түрде көлік бірінші орында. Қазақстанда адам бірінші орында екен деп, бұл жақтар адам бірінші орында ғой деп бақырайып қарап өтіп кетсеңіз, бекермен бәлесіне қаласыз. Пешеходтан абайлаңыз деп айтқым келеді. Және қорытындылайтын болсам, әрине шетелде жүргеннен кейін бастысы сіз шетел азаматы екен деп, бұл жерде тек қана заң кәрістерге ғана екен деп ойламаңыз. Сіз Кореяда жүрген кезде, сіз дәл осындай қандай да бір осындай жаман қылмыстарға сіз тап болып қалсаңыз, онда шыдап, қойшы мен шетел азаматы екен ғой деп шыдап жүрудің түкке қажет жоқ. Олай болса, сіз де барып өтініш айтып, заявление жазып, сіз де көмек ала аласыз. Ешқандай шыдап жүрудің мүлде қажет жоқ, Осы мен қазіргіден айтқан қандай да бір қылмыстарға сіз тап болып қалсаңыз, онда шыдамаңыз. Барыңыз, алғаш көмекті алыңыз. Кез келген жерде аудармашы болады, сіз қалаған тілде таба аласыз. Сондықтан, әрине шетелде жүрген екен, Кореяда жүрген кезде келу мақсаттарыңызға жетіңіздер дегім келеді, және қуанышты, есте қалатындай естеліктер болсын, мынандай жаман нәрселер емес, Өзіміз